Ассаламу алейкум достар. Бүгін электронды магазин мен сатып алу жолдарын көрсететін боламын. Яғни Walmartке қалай кіру, қалай бекіту, қалай доғыр жіберу, және заказды қалай қабылдау, тапсырысты қалай жіберу, тауарды қалай іздеу, барлығын көрсететін боламын. Ең алдымен бізге берілген список Walmartпен сатып алынатын тізімдер. Годовой план ашқан кезде керек емес тауарды барамыз да внести изменения пункт плана батырмасын басып, электронный магазин дегенді таңдаймыз. Көбіне электронный магазин арқылы алынатын заттар көбіне хозяйственный товарлар, шаруашылық товарлар болып табылады. 139-дан алынатын заттар. Бұрын мысалы смесительдің орнына Walmartпен алынатын заттың характеристикасын жазамыз. Спрейді жаздық, количествосын, ценасын барлығын қоямыз. Негізі Walmartпен сатып алынатын товарлардың көбісі ол жақта отечественный производительдер, яғни отандық өнімдер, өздерінің прайс-листтерін береді, ценасы, барлығы техникалық сипаттамасы жазылып тұратын болады. Біздер моющее средствоны жазып қойдық, электронный магазин деп. Біз январ айында сатып алатын болдық. Черновик болып тұр әзірге. Тағы да қандай тауарлар бар қараймыз. Мысалға біздер планға салған кезде оны чиновникпен сатып аламыз деп салған болуымыз керек. Соларды тауып аламыз. Внести изменения пункт плана деп басамыз. Соны запрос ценовойды электронный магазинге ауыстырамыз. Негізі запрос ценовоймен де сатып алуға болады. Бірақ сізде ақша аз болғандықтан бір способты таңдау керек. Яғни электронный магазин таңдаған болсаңыздар, ценовканы осылай ауыстырасыздар. Осы тауардың техникалық сипаттамасын жазасыздар. Прайс-листке қарап отечественный производитель емес, яғни жалпы тек қана электронный магазин арқылы алатын болсаңыздар, өздеріңіз интернеттен қарап тауып аладысыздар техникалық сипаттамасын. Біздер тағы да тауарды қарадық, өтпеждендір бітті спискілері. Біз электронный магазинмен салып қойдық. Бізге Walmart арқылы алынатын 8 тауардың тізімі бар екен. Яғни біз 5-еуін салдық, қалғанын мышканың оң жағын басып, скопировать пункт плана басамыз. Мына жерге срок поставки міндетті түрде 15 күн деп қоямыз. Соларды мұқият мән беріңіздер. Бізде барлығы салынып болған сияқты. Артық болса артығын оң жақтан басып өшіріп тастаймыз. Кейде Walmartке кірмей қалады, сол кірмей қалатын жолдарында көрсететін боламын. Тауарлар табылмай қалады, соңында жолдарын барынша түсіндіруге тырысамын. Годовой планға барлығын салып қойдық электронный магазин арқылы. Енді годовой планды ашқан кезде жалпы басқа да услугтардың барлығын өзгертіп алыңыздар. Содан кейін Google-ға walmarket.kz деп жазасыздар. Walmartке кіргенде электрондық ECP арқылы, яғни электрондық қолтаңба арқылы, және почта арқылы, электрондық почта арқылы кіруге болады. Біздер почта арқылы тіркелген екен, почтамен кіретін боламыз. Кірілмей қалған жағдайда электронный почтаға пароль келеді, оны алдағы видеода айтатын болам, соңына таман. Біздегі жаңағы 8 алынатын заттың барлығы, спрей, гель, барлық 8 тізім тұр. Астыда количество 8 деп көрсетті, үстінде де көрсетілдір. Ожидает оформление 8 деп шығып тұр. Ал жағына турникет, басқа да трубалар, бұл запрос ценовоймен алынатын болса да, осы жаққа шығып тұрады. Бұл жаққа кірмейміз. Біздер тек қана ожидает оформление дегенге басамыз.
мұқият қарап алыңыздар, барлық тауарлардың тізімі дұрыс па, количествосы дұрыс па, қарап алыңыздар. Яғни міне барлығы менде бір айда тұр, январь айында. Барлығында срок поставки 15 календарь не деп тұр? Ценасы, количествосы барлығы мұқият тексеріп алыңыздар. Себебі жібермей тұрып қарап алған дұрыс. Жібергеннен кейін ертең тағы тауарлар дұрыс келмей қалады. Міне план, бекітілген планмен міне пункт планын қарап аласыздар. Проверить пункт плана басқан кезде міне мына жерге вставить етесіздер. Пункт планын қоясыздар. Міне уже импортирован дейді да, яғни өзі планды бекіткеннен ол маркетке түседі автоматын. Бұрынғы жылдары негізі автоматын түспейтін еді. Бір күннен кейін түседі, кейде бір жарты сағаттан кейін түседі, ал қазірде тез түсетін болған. Тауарды іздеу жолдарын көрсетіп жатырмын. Поиск товарға барасыздар, жаңа кітірудің қасында поиск товар болды ғой көкпен. Соған поиск товарға өздеріңізге керекті товарды аласыздар. Яғни сіздер моющее средство салған болсаңыздар, пункт планаға моющее средствоны қараймыз. Егер отечественный производитель деп бассаңыздар, міне мына болады. Ценасын қымбатынан да қарауға болады, арзанынан да қарауға болады. Біздер міне өзімізге керек товарды таптық. Мына жерде қалай тапқандығым дұрыс көрсетілмей қалған екен. Міне оны көрсетемін. Оформить заказ деген кезде доставка дейміз. Міне осы жерде көбіне қателесіп жатамыз. Себебі 1200 теңгеден 1220 теңгеден бірнеше тауар салынған. Міне таңдадық. Разовый поставкаға қоямыз міндетті түрде. Енді өздеріңіз қарайсыздар, может 2 рет па, 3 рет па. Мен негізі разовый, яғни 1 рет әкеп бергені жақсы көремін. Оформить предзаказ дейміз. Осындай болып шығады. Товар қазір жоқ, предзаказ деп. Міне предзаказ кетті. Ожидает оформление, жаңа 8 болып тұр, 7 болып қалды. Предзаказға біреуі түсті міне. Осыған поставщик қатысатын болады. Келесі товарды да дәл солай поискке сол товардың техникалық сипаттамасын жаздық. Сол шықты. Мына жерден біздің бекіткен пункт планы ең бір жаман жері, мына жерге 8 пункт планы бекітсеңіз 8-де шығады. 20-сын бекітсеңіз 20-да шыға береді. Біздер предзаказға мысалға біреу кетті ғой. Енді 7 болып азайып қалмайды да, бір жаман жері сол. Қайта-қайта шыға береді. Қайсысы екенін шатасу ықтималдығы жоғары. Міне тағы да сол бүткіл пункт планның барлығы шықты. Мысалға 1220-дан 5 штук алатын болсаңыздар, сондай пункт планы нешеу бар? 3-4 болса, қайсысын жібергендігі қателесіп кетесіздер кейде. Соны мән беріңіздер. Егер қателесіп кеткен жағдайда қалай істеу керек екенін алдағы осы видеоның соңына таман оны да көрсететін боламын. Арнайы оны да түсірдім. Міне осындай пункт планымен предзаказ жасайсыз ба дейді. Міне рассчитать стоимость барлығын жасап, міне предзаказдар шықты. Біздер 8 заттың 3-еуіне предзаказ жасадық. Келесі қандай товарлар? Егер отандық өндірушілерден алынатын болса товар, өздерінің арнайы прайс листтері болады. Соны сұрап алыңыздар. Прайс листте товардың кітіруі, планға салған кезде өзінің кітірулары болады, сонымен саласыздар. Және прайс листте өзінің ссылкасы болады. Сол ссылкаға басқан кезде браузерге ашылатын болады. Осындай о-маркетпен жұмыс жасаған кезде, поиск товар басқан кезде сол ссылканы басып қалсаңыздар, сол товар шығады. Оған оформить заказ басатын боласыздар. Сол кезде сол товар дәлме-дәл түсетін болады. Ал отечественный алмайтын болсаңыздар, жайлап поисктен ғана іздейсіздер. Көбіне отечественный берген прайс листтерінің ценасы әртүрлі болады. Мысалы, мына жерде 1300 деп көрсетсе, ссылкамен іздеген кезде ол цена мүмкін 1400 болып кетуі мүмкін, 1310 теңге болып кетуі мүмкін. Оны табу қиын. Сол себепті негізі желательно ссылкамен іздеген дұрыс.
дәл сол тауар, себебі оның ценалары күнделікті өзгеріп тұрады. Міне біздер жетеуін 8-дің жетеуіне ма предзаказ жасадық. Алтауына жасаған екенбіз. Міне тағы да міне мына тауарларды салатын боламыз. Бұның количествосы мысалға 20 штук деп тұр, я. Сіздер үшін арнайы қате салдым. Егер сіздер қателесіп кеткен жағдайда түсінікті болу үшін деп. Міне біздерде 3 тауар қалып тұр, я. 3 тауардың ішінде міне 1220-дан қараңыздар. Міне 1220-дан бізде 10 штукқа қалып тұрды. Ал бізге негізі 20 штук керек. Көріп тұрсыздар ма, поиск товарға басатын болсақ 1220-дан количество 10, ал бізге керегі 1220-дан 20 штук. Енді оны қоя тұрамыз. Қазір қай жерден қателескенімізді білу үшін қалған тауарларды дұрыстап қарап, дұрыстап заказын беріп тастаймыз. Сол кезде шығады. Яғни біздер бір тауарды алған кезде жаңа пункт планы 20 штук деген пункт планы таңдап жібергенбіз. Прайс листте жаңа 1220-дан 20 штук деп шығып тұр ғой бізге керек зат. Оны оформить десек, уже ол пункт планы жоқ, уже біз ол пункт планын басқа біреуге, басқа тауарға пайдаланып тастағанбыз. Міне осы 8-дің ішінде. Мына жерде міне показать отечественный производитель деп таңдауға болады. Себебі ценалар өзгерген, табу қиын. Ссылка болмаса осылай табу қиын негізі. Міне оның сарымен жазылғаны бар, көкпен жазылғаны бар. Қайсысы екен? 750 миллиграмм, 1000 миллиграмм міне. Міне біздер қалғандарын міне. Бүткіл 8 пункт планының барлығы да шығып тұр. Міне ең қиыны осы. Егер сіздер көп зат алатын болсаңыздар, мысалы 10, 20, 30 шақты барлығы шығып тұрады. Мына жерде бір жоқ тауарға мен заказ беріп жатырмын. Желательно жоқ тауарға заказ бермеген дұрыс болай. Офис тұранға мен қазір офисті жазып қойсам, адресті жазып қойсам. Оны да көрейік. Негізі заказға оформление жасаған кезде, предзаказ жасаған кезде негізі мұндай способ шықпайды. Бұны таңдамаңыздар. Мен сіздерге бұлай сабақ болсын деп көрсетіп жатырмын. Міне мен да подтверждайды басып көрейін. Бұл негізі мен қателесіп жіберіп қойған тауарым. Себебі бұл басқа мектептен еді, басқа организациядан. Ол жақта ссылкасымен ашылмайды. Мына жерге офиске мысалы 5 деп жазғанның өзінде де ошибка шығады. Көрдіңіздер ме, негізі бұлай жіберудің қажеті жоқ. Жаңа осының алдында видеода көрсеттім ғой, оформить предзаказ деңіз да дейді, рассчитать и развой деген галочка қойып, солай заказ берген дұрыс. Мен мына жерде на проверке болып кетті. Негізі осы мен қате кетті негізі. Өзім қазір атмен жасап алатын болам. Оны дәл қазір көрсетпеймін, қазір кейінгі сабақтарда көрсететін болам. Міне біздер жалпы ожидает оформление 5 тұр әлі. Көк перейте поиск товар басатын боласыздар. Міне кейде бітірмей қалғаннан кейін ертеңіне о-маркетке кірген кезде сайт жасамай жатады, немесе электронный почтамен кірмей қалады. Міне сол кезде сол электронный почтаңызды тересіздер. Мына жерге символды тересіздер, картинкідегі. Соны забыли пароль дегенді басқаннан кейін сіздерге электронный почтаға кілт келетін болады, подтверждение жасап. Сол ссылкаға басатын боласыздар. Ссылкаға басқаннан кейін парольді, новый пароль дейді, новый парольді қоясыздар.
сонымен сақтап қайтадан кіретін боласыздар. Міне бұндай жағдай көбіне сайт жасамаған кезде көп орын алады. Сайт жасаған кезде сол электронды почтамен немесе ECP-мен кірген кезде парольмен барлығы кіре береді. Міне бізде ең соңғы товар туалетный бумага, барлығын қарап жатырмыз. Мына жерде бізде 8 товар. Бізде міне ожидает оформлениеге екеуі қалып тұр. Значит, біз мына жақта міне предзаказдардың ішінде біреуін қателесіп кеттік. Жаңа айттым ғой, 1220-дан 20 штукты біз басқа товар алып қойдық. Басқа товар болған сол прайс-листтегі товарлар. Мысалға біздер жаңа көк жазуы бар затты 10 алу керек еді, біз соған 20-сына заказ беріп қойдық. Ал сары жазуы бар затқа біздер 20-сын алудың орнына 10-ына біз заказ беріп қойдық па, сондай орындан шатасып кеттік. Яғни мысалға элементтарын түсіндіріп кетейін. Сіздерге түсінікті болу үшін айтып кетейін. Мысалға белизнаның орнына кометті салып қойдық, кометтің орнына белизна салып қойдық. Яғни бізге 10 белизна керек еді, біз оған 20 белизна заказ беріп қойдық. Ал 20 кометтің орнына біз 10 комет шығып тұрма, сондай болып тұр. Короче, орындар ауысып кетті, количестволары. Сосын міне заказды отмен қыламыз. Отмен қылғаннан кейін дәл сол затты қайттан тауып алып, оформить сейчас басамыз. Міне бізге керегі 20 штук. Міне дәл осы товар бізге керек, 20 штук. Орындан шатастырған болсаңыздар, отменить заказ деп тұрады ана жерде. Жаңа көрсеттім сіздерге. Міне отменить басып, әрқайсының өзінің орындарына жіберетін боламыз. Міне жаңа 20 штугымыз кетті, енді 10 штук қайтып келді ғой, 1220-дан. Соның затын міне копировать етіп аламыз да, поискке жазамыз, соны тауып алғаннан кейін міне біреуі қалды, солай заказ береміз. Товардың орындарын ауыстырып алған болсаңыздар, міне көкпен тұр ғой, міне отменить заказ деп действиеді. Сол отменить басасыздар. Болғаннан кейін барлығын мұқият қарап шығыңыздар. Міне ценасын, количествосын барлығын мұқият қарап шығыңыздар. Ссылка на товар дейтін, сол ссылкаға басып, қай товарға қандай заказ бергеніңізді қарауға болады. Мысалға жаңағы қызыл болып тұр да, мысалға. Сізге мүмкін ол жерде прайс-листте ақ керек шығар, мысалы ақтан 10 штук, ал сіз жаңа қызылға 20 штук заказ беріп қойдыңыз. Сондай шатаспас үшін барлығын осылай қарап алыңыздар. Поставщикке бәрібір, ол ең бастысы товарды әкеп берсе болды. Мысалы ақ цвет судың орнына сіздер 20-сына заказ беріп қойсаңыз, 20-сын әкеп береді. Орындан шатастырып алмаңыздар міндетті түрде. Міне осылай міне описаниесі тұр ғой, міне наименование, сонымен қарап тауып аласыздар негізі заказдарды. Міне жаңа мен қызылды беріп қойған екенмін. Қызылдың орнына бізге ақ керек. Міне пункт плана негізі бізде 3605-те негізі екеуі тұр бізде. Оның да орындар шатасып кеткен екен, міне ең басында тұр, және соңында тұр. Айтқаным шатасатын сол 8 заттың 8-де шығып тұра береді. Міне бізде пункт планын қараймыз, мысалға 566, 75, 145. Жаңағы біздер годовой планды қарадық. Сол 145-пен бітіп тұр, именно соны таңдадық. Ал мына жерге міне предложение по закупка, мысалға бұл Walmart предлагать етіп тұр, яғни осыларды алсаң топ товарлар бар деген сияқты өздерін жарнамалап тұр. Яғни Walmart бізде міне ожидает оформление бітті. Предзаказдар барлығы кетті. Предзаказдар кеткеннен кейін оформление заказы ол шығып тұрады. Ол мүмкін ертеңіне, мүмкін егер до обеда заказ берсеңіздер, после обеда шығып тұрады. Әр уақытта әр түрлі. Статус подтвержден деп қарауға болады.
жалпы былай іздесеңіздер де өзі шығып тұрады, міне оформление заказы деп. Бұл жерде де шатасатын жағдай 2020-2021-де сатып алған заттардың барлығы шығып тұрады. Бізде мысалы госактты годовой планда 2023-те 2023-тің товарлар тұрады ғой. Бұл жерде ондай емес. Міне осының ішінен 2023-тің товарларын қарап аласыздар. Бізде жаңа 8 заттың 8-да болу керек. Міне 2023-тің товарларын 31-ші мен январда бергенмін заказды. Мына осындай жазу болады. Қай товарлар екен ашып қарайық, мысалы номер заказы деп. Бұл көнесі. Бұны жауып тастаймыз. Біздер кроссовканы ашып қойыппыз. 2000 қай жылға? 21-ші жылға. Міне 2023 31 январда, яғни осы видеоны түсірген кезде заявка бергендерімді міне тұр. Барлығы міне қабылданған, міне Аврора қабылдаған екен. Тағы да біреуін қарайық, міне 31 январ мен Аврора Брендс ұтып алған екен, міне статус подтвержден болып тұр. Бұлар отандық өндірушілер, тек қана солар ғана өндіреді, тек қана солардан ғана алынатын заттар, және олардың міне альтернативалары бар, міне Aerodynamic деген ұтып алған екен. Енді біздер міне жоғарғы барып заказы, оформление заказы деп қараймыз. Жалпы кейде бір кнопкалар басып кетесіздер, сол кезде заказдарым қайда қалды деген сұрақтар туындап жатса, жоғарыға барасыздар, заказы, оформление заказы деп қарайсыздар. Міне сол кезде сіздің тауарларыңызға жаңағыдай поставщик түскен, ответін берген. Міне заказы, оформление. Рабочий кабинетке кіруге де болады. Рабочий кабинетке кірсеңіздер, жаңа ожидает оформление, оформление заказы, барлық списоктер тұратын болады. Және де поставщиктің қатысқандығы, ценаны қойғандығын барлығын міне ссылкамен білуге болады. Жаңағы подписка жазылып, осы электронды почтаға және телефонды көрсетсеңіз, новый заказ бергенде соны поставщик қабылдаса, сізге emailға келетін болады, немесе сообщение келетін болады. Поставщик отмена берсе, сол сообщение келетін болады телефонға немесе электронды почтаға. Жалыпты қараймыз. Біздің мекемеге ешқандай жалып түспеген екен. Оның да арасына қарап қойыңыздар. Мүмкін сіздер жаңағыдай товардың орнын ауыстырып қойған кезде, басқа бір жағдайларда, мысалы отечественный товардың орнына сіз басқа біреуге заказ беріп қойсаңыз, сол кезде жалып түсіп кетуі мүмкін. Оның да арасына қарап қойыңыздар. Неге жалып түспейді көбіне? Біздерге жалып түскен емес. Walmart сайтында біздің товарларға поставщиктің қатысқанын көрдік. Барлық товарлар подтвержден болып тұр. Енді оған договорды қалай жіберетінін көрсетіп кетейін. Ең алдымен госсактқа кіресіздер. Рабочий кабинет, мои заказы деп тұрады. Соған басасыздар. Міне мои заказының ішінде осы уақытқа дейін сатып алынған через Walmart арқылы барлық товарлардың тізімі шығып тұрады. 2020, 21, 22 жылғы, 23 жылғы статусқа міне подтвержденді басасыздар. Подтвержден, яғни осы жақын күндері подтвержден жасаған через Walmart. Міне бүгінгі датамен тұр. 31 январ күні жібердік. Естеріңізде болса, сол датамен тұр. Санап шығайық. Міне 4, 5, 6, 7, 8 зат біз салған болатынбыз. 8-не де қатысқан. Создать договор бассақ, ол ошибка болады. Пункт планын белгіле деп шығып тұр. Біз барлығын бір договормен жібергіміз келеді. Сол себептен 8-ін белгілеп, создать договор басамыз. Міне необходимо выбрать с одним поставщиком дейді. Яғни бізде 8 товарды әртүрлі поставщиктер ұтып алған. Бізге негізі 8 товарды бір поставщик ұтып алған тиімді. Барлығын белгілеп бір договор жібереміз. Жарғы, устава дегендерді яғни бір толтырамыз да мысалға. Сосын поставщикта бір рет қол қояды, заказчикта бір рет қол қояды. Ол үшін пункт планын каждыйын ашып қараймыз.
Бірінші характеристикаларын предлагать еткен характеристикалары поставщиктің ұсынған характеристикасын қарадық. Мынау біздің жіберген заявкамыз барлығы тұр. Осы пункт планını 21.09'dan басталатын поставщик ұтып алған екен, яғни 4036 теңгеден. Именно 21.36 мен басталатын поставщиктерді қарап шығайық. Бәрін жеке-жеке дара пункт планына барамыз да, мышканы оң жағын басып, открыть новый закладке басқан кезде бұл да ұтып қалған екен. Үшіншісін қараймыз. Мысалға, мына жерде 6 затты бір поставщик ұтып алған болса, сіздер каждыйына жеке-жеке 6 договор жіберуге болады. Бүйтіп қарауға ерінсеңіздер. Маған негізі договордың аз болғаны тиімді. Сол себептен осылай асықпен қарап шығамыз. 8-інде барлығын. Қаламмен ручка болса қарап жазып алуларыңызға болады. Бірінші лотта кім ұтты, мысалға, иінін жазып қойсаңыз, бастапқы 2-3 әріптерін. Сосын договор жіберген кезде біріктіріп жібере қоясыздар. Барлығын қарап шықтым. 1 мен 3-ті ғана тек бір поставщик ұтып алған сияқты. Маркеттің тағы бір қиын жері осы. Мысалға, ценовкада ұтып алған кезде протоколда барлығы шығып тұрады. Договор жіберетін кезде де кім ұтып алғаны шығып тұрады. Бірден мысалға бір тауарды 5 тауарды бір поставщик ұтып алған болса, сол 5 тауарды бір поставщикке жіберу оңай болады. Ал мына жерде көрінбейді бізге. Тек қана иіні тұр. Мысалға, мына жерде мысалға көрініп тұрса, бірден жібере салар едік та, мысалға. Бұл жерде көрінбейді. Егер сізде 20-30 шақты тауар алсаңыздар, шамалы қиындау. Тек қана біреу ғана ұтып алған екен, оған договор жібердік. Және оны обязательно түрде НДС төлей ме, төлемей ме, соны қарап шығыңыздар. Мына поставщик төлейді екен, НДС плательщик. Енді тағы да рабочий кабинет, мои заказы бар, подтвержденді басамыз. Бұл жерде 8 емес 7 тізімі шықты, яғни біреуіне договор создавать еттік. Қалғаны бір поставщик шығар деп қайтадан белгілеп жібердік. Тағы да 7 поставщиктің ішінде әртүрлі поставщиктер бар екен. Қараған кезде бірден жазып алу керек еді. Сол себептен қаламмен ручка алып, бірден қараған кезде жазып алған жақсы. Ұтып алған поставщиктердің тізімін рабочий кабинет, мои заказыдан қарайсыздар, ол маркетті. Ал договорын создавать еттік қой, жаңа договорды біреуін, оны рабочий кабинет, мои договорыдан қарайтын боласыздар. Тағы да қарап шыққан дұрыс, ерінбей. Мысалға, бір жылда договор аз болған маған тиімді. Бір затты іздеген кезде де, мысалға, қазір 2023-те бітірдік делік, 2024-те бір заттар салып атқан кезде, немесе жылдың соңында, осы жылдың соңында сол товарды кімнен алып еді деген кезде бізде договорлар шағын болады да, бірдеңені қарау оңай болады. Ана жерде қазір сіз 8 договор жіберсеңіз, қаптап тұрады да, бірден ана жерде 8 договор тұрады. Каждыйына ол поставщик қол қою керек, сіз қол қоясыз, толтырасыз. Одан да маған осылай қараған тиімді. Осылай қарап, поставщиктерді біріктіріп, бір договор жіберген маған солай выгодны сияқты. Енді сіздерге қалай екенін білмеймін. Осылай иіндерін жазып алыңыз. Тек 7 заттың тек қана 6-сында ғана басқа поставщик ұтып алған сияқты. Қалған бәрін қарап отырмын. Яғни сіздер мана заказ берген кезде көкті басып, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
сол тауарға заказ іздедіңіздер ғой, сол кезде поставщиктер өздері қатысады. Бұл жақта да как ценовой сияқты қайсысы аз береді, сол ұтып алады. Міне біздер жетеуінің алтауына галочка қойдық, договор создавать еттік. Міне предмет договорға қарасақ, міне 6 тізім тұр, 6 тауар. Осының ішін барлығын толтыратын боласыздар. Міне договорға қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде деп жазулы тұр. Содан кейін тағы да рабочий кабинет мои заказыға барамыз. Бұрынғы заказдарымыз тұр. Подтвержденға басамыз. Міне жаңа біреу ғана қалды. Жаңа разный поставщик тағы да біреу бар екен. Соған создавать еттік. Міне договор ашылады. Тек қана біреу ғана шығып тұр. Осының ішін барлығын қарап толтыратын боласыздар. Бұлардың барлығы негізі НДС плательщик па, соны қарауды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде. Тағы да міне рабочий кабинет мои заказыға барсақ, подтвержден статусына барып поисты басқан кезде бізде уже тізімдер саны бітті. Себебі ең басында бір договор создавать еттік, содан кейін алтауына еттік, содан ең соңғы міне біреуі қалды. Сөйтіп 8-іне договор создавать еттік. Оны жаңағыдай рабочий кабинет мои договордан қарайсыздар, сол жақтан өшіресіздер. Құрметті тыңдармандар, бүгін міне Астана уақытымен сағат 2:30 осы видеороликті аяқтап қалдым. Негізі біреуге бірдеңе түсіндіріп, айтып жеткізу оңай емес екен. Себебі біреуге түсіндіру үшін алдымен өзің дұрыстап түсініп, соны жеткізе алатын дәрежеде болу керек. Яғни оны қолға алып жатырмын. Жалпы әлеуметтік желіде қарасаңыздар, көбіне пайдасыз ақпараттар көп. Біздер соған уақытымызды бөлеміз, тыңдаймыз. Ал бұл жерде біреуге кішкентай да болса пайдам тисін, үлесі болсын деп видеороликті түсіріп, дыбыстап жатырмын. Онан келгенше, яғни біреу жаңадан келуі мүмкін, маркетті қалай жұмыс жасауын білмеуі мүмкін, кішкене де болса да пайдам тисін деп. Себебі біз пайдасыз ақпараттарды тыңдауға өзіміз жан дүниеміз сондай құмартып тұрады. Бұл оның қасында пайдалы зат. Қолдау білдіріп, лайк басып қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет.